Сәлеметсіздер ма? Мен бүгін сіздерге алманың зефирін жасау жолының рецептісімен бөлісемін. Бұл рецепті жаңа технологиямен жасалған және 12 сағат күтпейміз. 3 сағатта кептіріліп дайын болатын зефир. Оны қалай жасалуын білу үшін менімен бірге видеоның ақырына шейін болыңыздар. Ал бисмилля деп бастаймыз. Бірінші белогымызды аламыз да миксерлейміз. Ол үшін біздің ыдысымыз және миксеріміз өте құрғақ, майлы болмау керек. Құрғақ болу керек және сулы болмау керек. Егерде майлы, сулы болса ыдысымыз біздің белогымыз дұрыс шықпайды. Және қантты жайлап ақырындап саламыз. Ал белокты біз орташа жылдамдықта ғана араластырамыз. Қатты араластырып, қоюландырып жібермейміз. Көріп тұрғандарыңыздай осылай жылдамдықта араластырамыз. Сәл бірінші көпірік болған кезде біз қантымызды салып бастаймыз бөліп. Оған шейін біз агар-агар мен сироп дайындаймыз. Суық суға агар-агарымызды саламыз да араластырып отқа қоямыз. Көргендеріңіздей міне бірінші көпіршік болған кезде қантты салып бастаймыз бөліп. Енді су мен агар-агарды отқа қоямыз. Жайлап осының үстіне мен ванильный қант салып жібердім, дәмі кішкене өзгеру үшін. Міне көргендеріңіздей отқа қойып араластырып тұрамыз. Басында жайлап араластырамыз, ал соңында жиі араластырып тұру керек, үзбей. Себебі геліміз жабысып қалып, болмаса түйіршік болып қалса, зефирдің ішінде түйіршік болып білініп тұрады. Міне гел болғанша араластырамыз. Гел бола бастады. Енді осының үстіне араластырғанын үзбей тұрып қантымызды және пюремізді саламыз. Ал мен бұл пюрені жаздың күні жасап морозилкаға салып қойғанмын. Өздеріңіз осы кезде жасасаңыздар да болады. Онда ол семеренкі алмадан жасаймыз. Семеренкі болмаса қышқыл алмадан жасалынған дұрыс. Міне осылай етіп араластырамыз. Біздің сиропымыз 104 градус болу керек, алманың сиропы. Болмаса мына қайнап отырған көпіршіктер жай лопаться ете бастаған кезде дайын болды деген сөз. Өзі сироп қойылып, мынандай жай қимылдайды лопаться еткен. Сол кезде градусник болмаса осылай болады. Міне осылай білуімізге болады жай лопаться еткен кезде. Біздің көргендеріңіздей белогымыз сұйықтау болды, бірақ ағарып араластырды. Жылдамдығын көтереміз де оның үстіне сиропымызды құямыз. Миксеріміз сол қосулы күйінде болады және жылдамдығын үлкен жылдамдыққа қоямыз. Сиропымызды жайлап құямыз. Жайлап құйып, міне көргендеріңіздей миксерге жиналады. Жан-жағы бос болып миксерге жиналады. Миксерге жиналып және миксер ауыр қимылдап, жан-жақтары бос болып тұрады. Енді бұны отсадка жасауға кондитерский мешокқа құямыз. Отсадка жасауға біз мешокқа құйып, өзіміздің қалаған насадкамызбен 3 айналдырып, осылай отсадка жасаймыз. Кешіріңіздер, менің отсадка жасаған видеом түспей қалыпты. Осылай кәдімгі біз капкейктің бетін жасаған кезде де, гүл жасаған кезде отсадка жасағандай тек 3 айналдырамыз. Енді бұл 3 сағатқа тұрады, кебеді, 2-3 сағатта кебеді. Содан кейін сахарный пудра мен крахмалды араластырып алып, бірге осылай етіп жан-жағын жасаймыз. Бірінші екеуін қосамыз, одан кейін ғана араластырамыз. Одан басқа жабыспай қалады. Міне мен 2 түрлі насадкамен жасадым. Көргендеріңізде міне өте арасын қараңыздар, қандай болып шығу керек. Міне осындай болып шығу керек зефирдің арасы. Өте дәмді және қандай жасалғаны білінетін, семьяларыңызға, отбасыларыңызға ұнайды деп ойлаймын. Видеоны ақырына шейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болғаным өткен.